Так, первый кадр пошел. Нормально? Ассаламу алейкум, достар. Осылай стористерді инстаграмда жүргізуші едім. Енді ютубта жүргізетін боламын. Но менің бірінші эфирім. Так что, иншаллах, таныс болыңыздар. Менің есімім Назира. Түркия елінде где-то 3 жыл тұрып жатырмын. 4 бала шағам бар осы жерде. И мен бүгін тема мектепке бара жатырмын. То есть бүгін 6 сентябрьда уже, ой, ноябрь даже. Кешіріңіздер. И мен баламды бірінші рет мектепке күтіп алуға бара жатырмын, потому что мен товар жіберем бұл жерде, жұмыс өте көп болғандықтан да сіздермен бөлісіп жатырмын. Енді YouTube арнасында сіздермен бөлісетін боламын. Пожалуйста, подписаться етіңіздер, колокольчикті басыңыздар. И мен сіздерге бүгін мектеп туралы біраз информация берейін. Окей? Түркияда баланы мектептен алып кету ол әйелдің міндеті. Неге десеңіз, әйелдер бұл жерде жұмысты мүлдем істемейді. Ал егер үйлері ұзақ болатын болса, алып кететін, апарып тастайтын өздерінің арнайы трансферлары бар. Осылай сосын есік ашылған кезде елдің бәрі топ етіп сол воротадан кіріп кетеді. Именно сол жер, то есть көше, проезжий часть, но бірақ бұл жерде қай жер болсын, мектептің алды болсын, басқа жерде болсын, бұл жерде адамға жол береді. Машинаға емес, адамдарға жол береді. Сол үшін машиналар олар всегда адамдарды өткізеді. Бұл жерде балалар жастарына қарай мектепке барады. Тура біздікіндей, ең начальный класс ол илкокул, одан кейін орта окул, содан кейін лицей деген. То есть 8 класстан кейін можно будет или лицейге кетіп қалуға, освоение профессияға, или басқа жолы 12 класты бітіре бересің. То есть бұл жерде сабақты 12 классқа дейін оқиды. Ал кеттік енді Абдуллах деген ең кішкентай ұлымды іздеуге шығайық. Бұл жерде байқаған болсаңыз, бәр жерде отыра қалған адамдардың бәрі. Мынау сары бала менің балам ба деп қалдым. Что-то қарап отырсам, артынан оказывается менің балам емес екен. Абдуллах, қайдасың? Мынау бала сап-сары болған, менің Абдошым ба деп қалдым ғой. Ал кеттік дальше. Мектебі осы, я? Оңайма саған мектеп? Бұл жерде бүгін қандай сабақтар болды сендерде? Грамматика сабағы ол. Абдош екеуміз мектептен шығып, Раяның мектебіне қарай бардық. Раяна бізде государственный имам хатипте оқиды. Бұл жерде 5 класстан кейін ғана қыздарды қабылдайды. Олар бөлек сол жерде оқиды. Сол қыздарға арнайы киетін киімдерді сататын жерге мен сіздерге де көрсеткім кеп тұр. Осы бизнесті тоже өздеріңізге алсаңыздар болады. Өте керемет, бәрі удобный. Ал бисмилля, ішіне кірейік. Өздеріңіз көріп отқанда неше түрлі нәрселер бар. Даже просто кетіп баратқан бала болса да айтыр алады. Тем более бұл жерде балалары ерке болғаннан кейін осы ойыншықтарды алдыртады обязательно. Мына жерде көріп отқанда бутылка, пенал, сумка, үйге керек нәрселер трендовый болып жатқан, енді шығып жатқан заттарды по-любому есік алдындағылар бәрі алады. Мына жерде мына бабушка, өзі таныс бабушка, камерадан тығылып тұр. Мынау баласы, ол да мұғалім екен. Осы юбкаларды біз 150 лираға алдық. Одан кейін мынандай джемперлер бар, біреуі розовый, біреуі голубой, для мальчика, для девочек. Бағасы, по-моему, 90 лира болды. И, в общем, неше түрлі нәрселерді алуға болады. Біз енді бұл жерде сумкаларды алмаймыз, в любом случае, одан да арзан жерге барып аламыз. Мынау шалбарлар, кстати, ұлдарға арналған. Осы жерде кісілер балаларын сразу киіндіріп көреді. Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі ол Түркияда баланы қалай мектепке орналастырады, қандай құжаттар керек, қай тілде оқиды, балалар қиналған жоқ па, тез үйреніп кетті ме деген сұрақтар қойылады. Түркияның заңында сіздер осы жерде 3 ай бойы безвизовый жүресіздер. Кейін қаламың десеңіз осы жерде ВНЖ аласыз. Сол үшін де 2 ай бойы сабақтан қалдырмас үшін 2 ай бойы ата-анадан мектепте алып келетін денклик деген құжатты талап етпейді. Ал денкликті алу үшін көч дәресіне құжаттарды жинап алып барасыздар. Айтып кететін жағдай, әр районда әр түрлі талап қойылады. То есть әр жерде әр түрлі құжаттарды талап етеді. Документтер туралы әлі көп нәрселерді айтатын боламыз. Мына охранник әйел өте приветливая, содан сұрасақ, Раяна жоқ, что-то таппай қалды. Biraz önceden mi açıklar onlar? O siz gelmiyorsanız açıkmıştır o zaman. Kalabalıkla görmemiş olabilirsiniz. Evet. Biraz bekleyin.
сосын мені қатты таң қалдырған нәрсе, ол директор болсын, мұғалім болсын, бәрі обычный адамдар, бәрі наравне, ешкімді қорқытпайды, ешкім үркітпейді, кәдімгідей сөйлесе береді. Қазір директор мысалы үшін балаларды шығарып салып, есік алдында кәдімгідей простой жұмыстарды істей береді. Хотя ұстаздар өте құрметті кісілер бұл жерде. Бұл жердің завучы әйел кісі, негізі әр мектептерде әртүрлі, в основном қыздардың мектептерінде ер адамдар директор болады, завучтары бәрі әйел адамдар болады. Но директордың көбісі ер адамдар болады бұл жерде. Мектептің қасындағы магазинге все-таки кіріп, сумка керек болды Абдуллахқа тамақ таситын, мелочевка алды. Сонымен таң қалатын нәрсе, кішкентай квадрат, где-то 15-16 квадрат шығар. Астында подвалы бар магазиннен Каспи Голдпен, то есть сондай дамыған Каспи Голдпен любой магазинчикке барып төледік. Сонымен, в общем, пока-пока деп апамызға пока айтып кеттік. Мына жерде, в общем, мектебі Абдуллахтың ана отырған здание. Мынау Раянаныкі. Мынау баяғыда Абдуллах барған Құран курсы болатын. Бұл жерде. Қайтар балым келеді. Анау мектепте Ол жерде кішкентайлар бар да, сен уже үлкен болып кеттің ғой. Мынау жерде мешіт, и мына жерде біздің үй. Айо! Сосын әр районда осындай культур меркезі бар. Бұл жерде национальный тамақтарды пісіруге үйретеді, тілдерді үйретеді. Бұны уже сіздер ВНЖ алғаннан кейін осы жерге тіркелуге болады. Ал мына оң жағында кафешка бар, сол жерде любопытный түрік ағамыз бар, сол жерде кейде чай ішеміз. Бір-бірімізді тауып, бір-біріміздің видеосын түсіріп, тағы да магазинге бардық. Оны да қысқаша қылып көрсете салайын сіздерге. Бағаны сіздер білу үшін, хорошо? Негізі магазинге біз только ванилин, нан аламыз деп бардық. Но бірақ білесіздер ғой, магазинге кірген кезде балалар таракан ұқсап жүгіріп кетеді. В общем, нан дегеніміз 4 лира болып кеткен екен. Ужас деп енді. Кежелерде 5 лира. В общем, жвачка алдық. Ол жвачканың ішіндегі наклейканы подъездге жабыстырық, как нормальный турецкий дети. Подъездге келсек, жаңалық фатура келді. Фатура дегеніміз коммунальный услуга. Ол туралы отдельно айтамын сіздерге. В общем, упаковку влажных салфеток, крем, кофе, торт, ашты бұрыш, 2 сүт, 2 чашка, 2 нан, разрыхлитель, ванилин алдық, туалетке не қылатын, шелекке төсейтін пакеттер, сок, тағы да бірдеңкелердің бәрін 285 лираға алдық. Сонымен Ахмат келді, ура! Ақ батон келді, ақ батон деген золотой балам келді.